Мен Халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжі директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Ақтаева Ләйла Маратқызы. Енді бұл колледжде екі мамандық бойынша балалар білім алады. Бірінші туризм мамандығы бойынша, екіншісі аударма ісі бойынша. Туризм мамандығы бойынша енді ол грантта оқитын балалар, екінші аударма ісі бойынша бұл ақылы бөлімде оқитын балалар. 2020 жылы 16 наурыздан бастап елімізде төтенше жағдай режимі енгізілді. Осыған орай еліміздегі барлық білім беру мекемелері қашықтан білім беру жүйесіне көшті. Біздің колледжде оқытушылар мен білім алушыларға қолайлы жағдай туғызу үшін EduPage электронды платформасын енгізіп, қашықтан білім беріп жатырмыз. Бұл жүйенің артықшылығы қазіргі заман талабына сай, заманауи инновациялық технологияны жетік меңгере отырып, жаңашылдыққа бет бұрып, әсіресе білім алушыларымыз іздене отырып, өз бетінше жұмыс жасауға дағдыланды. Білім алушылардың білім дағдыларын, олардың ойлау қабілеттерін және де осы маңыздылығын көрсете білу деп ойлаймын. Енді бұл өзім ойлаймын, қашықтықтан оқыту, бұл оқытушы мен оқушы арасында ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, оқу үрдісін ұйымдастыру, оны жүргізу, яғни қазіргі заманның талабы деп ойлаймын. Қызым өзі ізденіп, өзі оқып, өзіне үлкен жаңағы жауапкершілік алып, өзінің әр пәннің мұғалімі өз жаңағы сабағын береді. Сол жаңа берген сабағына байланысты тапсырмасын орындайды, тапсырмасын да электронды немен жібереді. Енді сол оқу кестесіне байланысты мұғаліммен видеомен бір-бірін көріп, сол сабақтарын оқып жатыр. Енді бұл жақтан үш жақты байланыс. Бірінші қызымыздың өзінің жауапкершілігі, өзіміз де қарап жатырмыз, сөйтіп оқытып жатыр. Әр баламен осындай экран арқылы байланысып, сабақ беріп, оқытып жатқан колледж мұғалімдарына үлкен алғыс білдіремін.